Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз К мен Г әріптері. Кестедегі сөздерді оқы. Кестедегі сөздерде байқағанымыздай, сөз соңындағы К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, ол Г-ге айналады. Мысалы, түлек – түлегі, серік – серігі, жүрек – жүрегі. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 16-сы үй жұмысы, 38-ші жаттығу, 56-шы бет. Сөйлемдерді көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жаз. 38-ші жаттығуды орындауың бағаланады. 2 балл тиісті сөздерді қойып көшіріп жазуыңа және 2 балл көркем сауатты жазуыңа беріледі. Барлығы 4 балл. Осы дескрипторларды басшылыққа ал. 39-шы жаттығу, 56-шы бет. Бос төркөздерге К дыбысынан басталатын сөздерді тауып жаз. 39-шы жаттығуға қойылатын дескриптор, яғни білім алушы, бос төркөздерге К дыбысынан басталатын сөздер тауып жазады. Яғни 3 сөзден кем болмау керек. Сонда 2 балл беріледі. Көркем және сауатты жазғаның үшін тағы 2 балл беріледі. Барлығы 4 балл. Қосымша тапсырма мәтінді оқы. 37-ші жаттығу, 55-ші бет.